Herkese merhaba arkadaşlar. Бәріне сәлем достар. Бүгін біз түрік тіліндегі исім жүмлелері деген маңызды тақырыпты өтетін боламыз. Сонымен қатар екінші тақырыбымыз көптік жалғаулар, лар, лер. Исім жүмлелері дегеніміз не? Яғни сөйлемдер бізде екіге бөлінеді. Бір сөйлемде етістік болса, бір сөйлемде етістігі жоқ, бірақ толықтай мағынаны беретін сөйлем. Ол сөйлемде бізде зат есім мен сын есімнен тұрады. Давайте сразу мысал келтіріп жіберейік. Исім жүмлелері. Яғни бізде зат есім болатын болса, және сын есім болатын болса, соған бізге жалғау жалғанады. Яғни дәрігер деген сөзді алайық. Мен дәрігермін. Ben doktorum. Ben doktorum. Осы жерде қарайтын болсақ, ben деген, яғни ben, sen, o, biz, siz, onlar деген бізде жіктік есімдіктер. Енді ben doktorum. Яғни доктор деген бізде сөздің түбірі оған жалғауы жалғанады. Яғни мен дәрігермін деп білдіріп тұр. Сен деген кезде қалай болады? Сен докторсың. О доктор. Biz doktoruz. Siz мына жерге жазайын. Менімен бірге қайталап отырыңыздар, я? Siz doktorsunuz. Biz doktoruz. Onlar doktorlar. Енді осы жерде біз жалғауларына мән берейік. Мысалы, мына жерде айтып өттік. Сен доктор, я? Доктор бізде түбірі, сон бізде не? Жалғауы. О доктор деген кезде бізде жалғау жалғанбайды ешқандай. Біз доктор. Siz doktorsunuz. Biz doktoruz. Onlar doktorlar. Енді бізде доктор деген сөз соңғы буыны о әрпіне бітіп тұрғандықтан бізде у жалғау. Яғни жалғауда бізде у кездеседі. Получается, біз мынаған мән береміз енді жалғауларына. Бөліп тастайық. Қалай болады? Ben деген кезде бізде им, үн деген жалғау жалғанады. Сен деген кезде сын, син, сун, сүн деген жалғау жалғанады. О деген кезде бізде жалғау жалғанбайды. Біз деген кезде қандай жалғау жалғанады? Докторуз, я? Уз. Так, ыздан бастайық бірінші. Ыз, из, уз, және үз. Сіз деген кезде сыз, нет. Сіз деген кезде қалай болды? Докторсунуз, я? Сыныз, сеніз, сунуз, және сүніз. Onlar. Onlar деген кезде бізде жалғау жалғанбайды, немесе, жалғамасақ та болады дейік. Немесе лар, лер жалғанады. Лар, лер жалғанады.
Давайте тағы бірнеше мысал келтіріп жіберейік. Сәл қиын болып көрінуі мүмкін, бірақ мен мына жерге жазып кеткендей, мынау қазақ тілінде енді у әрпі, түрік тілінде е әріпі. Осы әріп жалғанады қай кезде? Егер сөз бізде дауысты дыбыспен аяқталған жағдайда. Мысалы, мына жерде доктор бізде р-мен аяқталып тұр, дауыссыз дыбыспен, сразу осылай жалғанады. Просто мына затқа қатты мән беріп, андай қиындатып жіберудің қажеті жоқ. Бізде бұл әріп, қалай айтсам болады, мынау дауысты дыбыспен келесі жалғаудың арасында тұрған көпір, жалғап тұрған көпір секілді. Мысалы, постаджы деген сөзді алайық. Давайте мына жерді өшіріп жіберейін қазір. Постаджы деген сөзді алайық. Бен постаджы. Вот осы жерде е әрпі жалғанады. Постаджы. Вот. Ем. Постаджыйым. Сен деген қалай болады? Давайте кішкене ойлап көрейік. Сен бізде қандай болды? Докторсың да. Постаджы деген сөзде қалай болады? Постаджы дегеніміз почтальон. Постаджы. Сын. Неге бұл жерде е әрпі жалғанған жоқ? Себебі жалғанатын сен деген жіктік есімнің жалғауы бізде өзі дауыссыз дыбыспен басталады. Получается, бізде тек біз деген алайық енді, қараңыз. Біз постаджы йыз. Көрдіңіз ба? Осы жерде бізде керек. Исім жумлелері түсінікті деген ойдамын. Енді көптік жалғауларына мән берейік. Көптік жалғауы қазақ тілінде өздеріңіз білесіздер, иә, дардер, тартер. Мысалы, көбелектер, күшіктер, адамдар, қаламдар деп жалғанады, иә. Түрік тілінде де дәл соған ұқсас, тек лар-лер жалғаулары. Яғни араба, машина, арабалар, бебек, бала, кішкентай нәрестені айтады. Бебеклер. Такси, такси деп аударылады. Таксиға лер деген жалғау жалғанады. Еркек, ер адам. Оған қандай жалғау жалғанады? Лер жалғау жалғанады. Кадын, әйел адам. Оған бізде қандай дауысты дыбысқа өтіп тұр? Жуан дауысты дыбысқа өтіп тұр, иә? Оған лар жалғау жалғанады. Тағы қандай сөз бар? Давайте сіз өзіңізде бір-екі мысал келтіріп жіберіңіз. Оған дейін мен мысалдар жазайын. Докторлар. Эльмалар. Банкалар. Банкоматтар. Көптік жалғауы сіздерге түсінікті деген ойдамын. Алдыңғы өткен сабақтағы сөздерді еске түсіріп, осы лар, лер деген жалғауды бірге жалғап көрейік. Хорошо? Сонымен arkadaşlar, біздің сабағымыз бүгіндікке тәмам. Түрік тілін үйрену және Түркияға түсу өте оңай. Амалдар ниетке байланысты. Көріскенше.